Өмірде болған оқиға ана парасаты. Досым айтады, Бауыржан деген жақын бір туыс ағамыз көлік апатына ұшырап, қарсы жақтан соғылған машинаның жүргізушісі қаза болды. Талдықорған жақтың кісісі екен. Тұрақты жерін анықтаған соң, нағашы ағаларымен бірге анашым да кешірім сұрауға кетті. 2 күннен кейін қайтып келді. Сондағы дастархан басында айтқаны: суық қарсы алды бізді. Түсініп тұрмыз, адамнан, яғни тұтас әулетті асырап отырған азаматтан айырылу кімге оңай дейсің. Бірақ Құдай басқа бермесін, қарағандары өңменіңнен өтеді. Көрісіп шыққан соң үйге бөлек бір бөлмеге алып кірді. Көзімізбен жер шұқып отырмыз. Кісі аяғы басылып саябырлағанда бауырлары кірді әуелі. Тұтып жеп қоятындай жүздерінен ызғар шашып тұр. Артынша әйелі кірді. Сабырынан сезім жерік әйел зат емес пе? Кіре салақ ойбайға басты. Рөлде болған кім? Көрсетіңдер маған. Жолыңда өлейін, ойбай. Қайсың деймін? Мынау деп ишараласа, тап беретіндей елдіріп тұр бейбақ. Есіміз шығып кетті. Ана Бауыржан байғұстың өңі мүлде боз болып кетті. Дәп бұлай болар деп ойламаған екенмін. Жүрегім атқықтап, басым шыңылдап кетті. Алламай өзің сақта дей бердім іштен. Осы кезде тынышталыңдар түгел деген зілді дауыс естілді есік жақтан. Қарасақ, кимешегінің сыртынан қара жамылған жас шамасы 80-нің төңірегіндегі кейуана кіріп келеді екен. Сәл еңкіш тартқан бойын таяғына сүйеніп, тіктеп ұстаған, қарсы алдымызға келіп жайғасты. Салмақты сұспен бізге жағалай қарап алды да: қай елдің адамы боласыздар, деді. Алматы облысынан апа, Суан, оның ішінде Қараменде елінің боламыз. Арамыздағы үлкеніміз Сабыраға тіл қатты. Бәйдібектей бәйтеректің бұтағымыз, домалақтай ананың жырынымыз деңдер. Апа. Ал айта отырыңыздар, жағдай қалай болған? Жағдай болар болмас күрсінген Сабыраға сөзін жалғады. Жағдай естіген боларсыздар. Баламыз жүк тасымалдайтын мекемеде істейтін. Қытайдың Қорғас деген бекетінен бері шыққан соң, біраз елді мекеннен кейін ен далада басталады. Сол жолда келе жатып, алыстан қарсы келе жатқан бір жарықты байқапты. Жақындағанда зер салса, ол да жүк таситын КамАЗ екен. Содан әбден жақындағанда әлгі машина бұлт етіп қарсы жолға шығып кетіпті. Бұл дереу бипілдетіп, жарығын жарқылдатса да өз жолына түсе қоймапты. Сен сонда өзі кінәлі демекшісің ғой, деді әйелі баж етіп қалып. Тәйтәрі, сөзіңді бөлме. Айтарыңды сонан кейін айтарсың, деп әже ызбарлана қарады. Содан бұл өзі бір шетке қашады ғой. Бірақ арақашықтық өте жақын болғандықтан, бұның машинасының тіркемесіне ана машина алдымен келіп ұрылыпты. Жедел жәрдем жеткенше балаларыңыздың дәм-тұзы таусылыпты. Тауыстық деп ашығын айтсайшы, өтірік мүлейімсімей. Әйелі қайта шапты. Күйік деген оңай дейсің бе? Болды, деп әженің әмірлі үні қаттырақ шықты. Болды, шаптық ба келін. Өтірік айтса, Құдай көріп тұр. Айтып болдыңыз ба? Деп бізге қарады. Айтып болғанда, апатай, басқа не айтайық? Айыбымызды мойындап алдыңызға келіп тұрмыз. Бір жаза болды. Кешіріңіздер. Білеміз, азаматтан айырылу оңай емес. Бірақ біздің балаға да жандарыңыз ашысын. Кешірім беріңіздер. Айтқандарыңызды тауып берейік. Кешіріңіздер. Ағаның көзінен жасы шығып кетті. Домбыққан көзін кимешегінің ұшымен сүрген Инабат апа бізге тағы да байжайлай көз салып шықты да жігерлі дауыспен сөйледі. Озбайтын өмір, тозбайтын темір болмайды екен. Жасаған ием-ай. Мен оны қайтыс болған баланың туған анасымын.
Кенжебегім еді. Иә, Кенжебегім шынымен де сүткеншем еді. 40-тан асқан шағында Кейуана үнсіз егіліп кетті. Аздан соң қайта басын көтеріп, қайраттана сөйледі. Мойнын балаларына бұрып сөйледі. Иә, құлдыраңдаған құлыным 40-тан асқан шағында арғы дүниеге аттанып отыр. Атаң қазақ, я жаратқан атам деп жылатсаң да, ботам деп жылатпа деген. Қайтейін, ботам деп жылап отырмын. Алайда Құдайдың құлағынан бәрі жақсылық деп тағдырыма тәубе етіп отырмын. Түсінем, бәрінің жаның күйіп, бауырларың езіліп отыр. Келінжан, сені де жақсы түсінем. Мен де сендей күнімде жесір қалғанмын. Бірақ Кенжебегің біріңе бауыр, біріңе жар болғанмен, оған менен артық жақын ешқайсысың жоқ. Өйткені мен оның анасымын. Ол менің 40 жасымда омырауымды иткен балам. 9 ай көтеріп, бебеулеп толғатып тапқан. Түне құмды 4 бөліп баққан балам. Сондықтан бұл қазаның иесі менмін. Шешімді өзім шығарам. Не дейсіңдер? Дегенде Кейуана бала шағасын көзімен барлап үнсіз қалды. Отырғандардың арасынан шашына ақ араласқан егде кісі жауап берді. Үлкен баласы болар деп топшыладық. Дұрыс айтасыз, апа. Шешім сіздікі, айтқаныңыздан шықпаймыз. Онда былай, егер менің баламды қастықпен әдейі өлтірген болса, онда әңгіме басқа болар еді. Бұлардың жағасында қолым, кеңірдегінде тісім кетер еді. Бірақ бұл жағдай оқыстан болған жағдай ғой. Әйтпесе бір-бірінде бес бересі, алталасы жоқ екі азамат айдалада соқса ма? Бұл Құдайдың ісі. Жазмыштан озмыш жоқ. Баламның маңдайына жазылған қазасы осы екен. Шебер Құдай әркімнің жанын өзіндік бір себеп арқылы алады. Сағаты соққан кезде оған ешкімде қарсы тұра алмайды, құлындарым. Сондықтан менің айтарым, Құдай салды, біз көндік. Әбдірахман, кешірім хатты жазып беріңдер. Бағанағы кісі басын изеді. Инабат апа бізге бұрылды. Ал қарғаларым, бәрі менің балаларымның құрдасы екенсіңдер. Ештеңелерінің керегі жоқ. Кештім құнын құлымның. Құдай бізді есіркесін. Әжім тұрласа да, жарқылы қайтпаған жанарынан төгіліп түскен жауһарын кимешегіне түйіп алғандай көрінді маған. Алдымызға келіп, қылша мойным талша деп, айыптарыңды мойындағандарыңа Алла разы болсын. Артық ауыз сөз кетсе, көңілдеріңе алмаңдар, деді. О, неге дегеніңіз, апа? Сізге де Алла разы болсын. Әумин, балам. Иә, айтса да бері қараңдар. Бәріміз не айтпақшы деп таң қалып қарадық. Ата-баба салтында кірбең түскен көңілді ізін қалдырмай тазарту үшін, шекісіп қалғанды бекіту үшін, жекжаттық қатынас орнатуды жөн көрген. Сондықтан менің тілімді алсаңдар, өсіп тұрған ұл қыз болар. Қайта бірін қыз беріп, екіншін келін алып, құда жекжат болыңдар. Бір-біріңмен. Иә, бұны да ойлап қойыңдар. Ал мына кісілерге дұрыстап ас суын беріңдер. Қазір намазымды өтеп алып келейін, деп далаға шығып кетті. Далаға беттеген әжейдің соңынан айналайын апатайым-ай деп көз алмай қарап қалыппын. Ойпырмай, осы жасқа келгенше мұндай сұңғыла адамды көрмеген екенмін. Қайғысын, қайратына, ашуын, ақылына жеңдіре білетін, бойын билеген жан екен. Атына заты сай кісі екен. Көненің көзі, асылдың сынығы деген осындай-ақ болар. Баяғыда ел анасы атанған аналарымыз осы кісідей-ақ болған шығар, шіркін. Осылай деген анашым көпке дейін тамсанып жүрді. Апаларымыз қандай, Досымды тыңдап отырып, ақ кимешек астынан сені көрем. Ақ кимешек жоғалса, нені көрем? Деген Мұқағалидың өлеңі ойыма орала берді.
Өмірде болған оқиға іштегі шарананың наласы. Әбудің жұғымсыз баласы ауыл атына әбден кір келтіріп бітті. Азаматтық некедегі әйелінің баласына күн көрсетпей, ақыры сол үшін 4 жыл 8 айға отырып шықты. Өкіл әке 7 жасар баланы 5 ай бойы қара су және қара нанмен қатырған. Мектептен келе көбейту кестесін сұрап, бір аяғын көтертіп, күні бойы бұрышқа тұрғызған. Бұл қатыгездіктің шегі болмады. Әйелі ажар баласына кейде араша түсте, кейде көрмеген сейтін. Айы күні жетіп ырсылдап жүрген аяғы ауыр келіншектің мектептің еденін жуып нәпақа табатын. Бірінші күйеуі арақ құмар болды. Есінен танғанша қалтасында қара бақыр қалғанша ішетін. Басы жерге жетіп, құлағанша арақты судай сімірді. Жеген таяғы мен тепкінің салдарынан ажар 3 рет іштегі баласынан айырылған. Әупірімдеп жүріп осы баланы дүниеге әкелді. Ол кезде күйеуі наркологиялық диспансерде ес-түссіз жатқан. Көп ұзамай бақилық болды. Ажарға туған әпкесі қолы ұшын созды. Өзі де жұмыс іздеп, әпкесі жездесінің қолында тұрды. Басында баспана болмаған соң денсаулығы да сыр берген. Көрші ауылдың бұған дейін 2 рет үйленген Сұлтан атты жігітімен таныстыру әпкесінің есінен шыққан ұсыныс болатын. Танысы салып, үйленуге ұсыныс жасаған жігіттің ойланбастан етегінен ұстады. Көп ұзамай бала көтерді. Сұлтанның ата-анасы бақуатты, бай отбасы болатын. Бұларды үйлене салысымен ауылдың шетіне бөлек шығарды. Бірақ бұған дейін бұзықтығымен аты шыққан күйеуінен ажар іштей, өлердей қорқатын. Онысын білдіргісі келмей жұмысқа шығып кетті. Жұмыста жүріп Құдайдан тілеп алған баласын ойлайды. Оның жәутеңдеп өсіп келе жатқанын, жанына батса да тағдырына мойынсұнып үнін шығармайтынын. Бір күні кешке үйге келсе, сыртқы есік шалқалай ашық тұр. Уайым мен қорқыныш екі жағынан қолтықтап, жақындап келеді. Бір сұмдықтың болғанын іші сезетін секілді. Бойынан әл кетіп, екі тізесі дірілдеп, табалдырықтан аттады. Едендегі қан дақтарын көріп, сол арада талып қалды. Есін жиса, дәрігер бұның қан қысымын өлшеп жатыр екен. Медбике тамырына дәректі. Ол өзінің ауруханада жатқанын түсінді. Жасанды толғақ шақыртатын дәрінің күшімен іште шетінеп кеткен шаранасын дәрігерлер босандырып алды. Арада біраз күн өткен соң қаладағы жансақтау бөліміне өмір мен өлім жұтқан ұлына қарай сүйретіліп бара жатты. Баласының бірнеше қабырғасын сынған, басы жарылған, мұрны сынған, бетінің саудамдығы қалмапты. Ішкі органдарына да әжептәуір зақым келген. Сорлы ана баласын құшақтап аңырап жылады. Дәрігерлер оған баласының жазылып кететін, бірақ жарымжан болып қалуы мүмкін екенін айтты. Сұлтан түрмеден босап шықты. Енді алаяқтықпен аты шықты. Ол ашқан жарнама агенттігіне алданып, сан соғып қалған жандарда шек болмады. Әлдекімнен 5-6 мыңнан бастап алған арам ақша 450 мыңдап тақырға отырғызумен аяқталды. Жиған терген 500 миллионнан айырылып, алаяққа жем болған мұғалім мұны аяп қалмады. Ауылдасым, көз көрген, пәленшенің баласы ғой дегендермен әкесі ақша беріп, аузын жапқандар болса, әліптің артын бақты. Аузын ашса, сөздің майын тамызатын Сұлтанды бұл жолы әкесі құтқара алмады. Тағы да бақандай 5 жылға сотталып кетті. Осылайша 27 жасында Сұлтан 3 рет үйленіп, 2 рет сотты болып, ауыл аймақта көш бастады. Алдыңғы 2 келіншегі де ауылдың мен деген сұлулары еді. Бірі ауыл әкімнің жалғыз қызы. Бірінші қол көтерген күннің ертеңіне ақ әкесі қызын әкетіп қалған. Екіншісі Кәрібай қойшының кенжесі. Алғашқы құрсағы іште жетіліп кеткен соң, қатал әке мұның басына әңгіртаяқ ойнатып, соттатып жібере жаздаған. Әкесі байғұс соңғы тиынына дейін санап беріп,
аман алып қалды. Мектеп қабырғасында жүргенде де көрсетпеген құқайы жоқ еді. Елге абыройсыз болған әкесі бар мүлкін осы ортаншы ұлына сарп етті. Үлкен ұлы мен кенже ұлы ақылды, қыздары да ененің көзіне өткендей сұлу да әдепті еді. Сұлтанның құдды бір басқа әулеттің баласындай. Түр тұлғасы сымбатты, бойы сұңғақ келгенін қайтейін. Ит мінезді, әлемдегі бар жамандықты бір бойына сіңіріп алғандай. Әкесі алып берген үйде тұрып жатқан сұлтанның бәрі іргесін аулақ салатын. Тіпті көршілері де көшіп құтылды. Сырттан келген үйді арзан бағаға сатып алған жаңа көршілері бұған мойын бұрып та қарамайтын. Қит етсе, жетіп келетін ауылдың учаскелік полицейі де әбден қитығына тиіп бітті. Аштан өлуге сәл-ақ қалды. Тағы да оңай пайда табу көзін іздеді. Түрмеден босап шыққалы ат басын бұрмаған әке-шешесі мен бауырларын бір боқтап ауыл аймақты кезіп кетті. Құзғынды құзғын алыстан таниды. Көп ұзамай есірткі сатып байымақ болған командаға қосылып кетті. Өмірді жаңадан бастады. Аудан орталығындағы ең жақсы кафелер бұларды құшақ жая қарсы алды. Ақшаны оңды-солды шашып өмір сүрді. Қосымша табысы да болды. Жас қыздарды пәтерге апарып зорлап, видеоға түсіріп, бейне жазбаны сатып, ақшаға қарық болатын. Қаншама қыздың көз жасы мен есірткіге тәуелді болған талай жастың обалы жібермеді. Заң бұларды тайраңдатып қоймады. 8 жылды арқалап тағы кетті. Тар қапаста жатып көп ойланды. Өмірінің көбі түрмеде өтіп жатыр. Жасы болса 40-қа таяп қалды. Мұның жүрісі мынау. Бостандыққа шыққан күні әке-шешесінен кешірім сұрап, аяғына жығылып, түзелемін деп бекінді. Ойлары мұны ойға да, қырға да сүйреді. Көз алдына бірінші әйелі келді. Аты Қамар болатын. Сұлтан Махмудтың шығармасына арқау болған нақ Қамар сұлудың өзі еді. 20 жасында әкімнің 18 жасар қызына есі кете ғашық болды. Күндіз есінен, түнде түсінен шықпады. Әкесі баласының жайын тыңдап тәуекелге бел буды. Өзі де қара жаяу емес, ауылдың білдей бас есепшісі. Қамардың үлбіреген ақша жүзі, ботадай көздері, шиеді еріні, бұралған қыпша белі көргенде жанды еліктірмей қоймайтын. Сұлтан қызғаныш деген қызыл иттің арбауына түсті. Нәзік те сұлу Қамар мұның қол көтергеніне шыдай алмады. Бетіне жел тимей өсірген қызын әкесі әкетіп бара жатып, мұны оңдырмай қарғап кетті. Қойшының қызы демесең, аңсаған да сұлудың сұлу еді. Ауылдың хас сұлуларын бірінші болып құрыққа түсіретін сұлтанды жігіттер қауымы жек көретін. Ол толқынды шашын артқа қайырып тастап, үстіне қымбат бешпет шалбарды киіп, алшаң басып келе жатқанда, түрік сериалындағы басты рөлді сомдайтын актер біткен жолда қалатын. Ашы суға тойып алып, әйелін тепкінің астына алды. Құрсағымдағы жатқан баламды аяңызшы дегенді, аңсаған жалынышты дауысы қызғаныштың қызыл жанынан құтқара алмады. Кәдірбай қойшы мұны қамшымен сабап жатқанда, әкесі келіп ара түсті. Бекер түсті. Сот залында сүмірейіп тұрғанда, әкесі тағы араша түсті. Ақшасын да, қара малын да аямады. Бекер кірісті. Ол бір сәт осының бәріне құдды әкесі кінәлі сияқты сезінді. Іштей жүзді әйелдерін ойлап, сағыныштың сан мың инесі жүрегін шымырлатты. Ал ажар есіне түскенде миығынан мырс етті. Бір сәт соған үйлендірген әкесін жазғырып өкінді. Ол әйелдің көз тартар көркі де, қыпша белі де, тәтті қылығы да жоқ еді. Тиісерге қадір таппай, ақысын кімнен аларын білмей жүрді. Ажарды қызғана алмады, үн-түнсіз жүретін. Бірақ үй тірлігіне пысық болатын. Сөзінен ілік тауып, тиісейін десе сөйлей алмайтын. Сонымен оның ақысын бейкүнә баласынан алды. Әйел бұған да көз жұма қарады. Одан сайын зығырданы қайнап баланы өлімші халге жеткізіп сабап тынды. Есірткі сатып бөтен ортаға түсуіне де әкесі кінәлі.
халін сұрамай аш қалдырған өзі. Бірақ сонда да өтірік кешірім сұрап әкесінің қамқорлығына қайта кірмесе болмас деп шешті. Аяғына келіп жығылып кешірім сұрап жылаған ұлына қарап әкесінің жүрегі езілердей болған. Бауырларының да сеніміне кіріп, өмірді қайта басынан бастамақ ниетте еді. Ата-анасы аттай қалап, көрші облыстың ұлына, көңілі ауған 21 жасар қызға құда түсіп, барлық жөн жоралғысын жасап, ұлын тағы да үйлендірді. 40-қа қараған шағында жап-жас қызды алып, бақыттан басы айналды. Сәлима жеңгесі араға келікпегенде әттең. Сампылдаған Сәлиманың сумаңдап жүрмейтін жері жоқ. Келін түскен күн-ақ Шымылдаққа Сұлтанның удай мас досы Аманды кіргізіп жіберіп, өзі ауылына қайтып кеткен. Қайнысымен ойнаған түрі. Болар іс болып, бояуы сіңген соң, Сұлтан сұлуын дереу төркініне кері қайтарып жіберді. Аманның әйелі бұл сұмдықты естіп, 6 баласын шұбыртып, төркініне кетіп қалды. Қайтып келмеді. Сұлтан болса, жер көктен іздеп, Сәлима жеңгесін таба алмады. Аудан орталығында тұратын үйіне 10 рет барды. Ойынның арты отқа оранған естіп, ол да қашып жүрсе керек. Арада күндер, айлар өтіп жатты. Таң атса күн батып, ауылдың қып-қызыл лаулаған өсегі де басылған. Сорлы қыз төркініне жеткен соң арада бір ай өтпей асылып өліпті. Сұлтан да Бөтелкемен қайта дос болған. Қашан көрсең құшақтасып бірге жүреді. Бір күні әдеттегідей өлердей мас болып келе жатқан күн ұясына батар шақ. Көзіне көрінген аудан шетіндегі дүкенге кіріп, арақ сатып алмақшы болды. Қарсы алдында бір келіншек теріс қарап тұр екен. Дүкенші пышақпен шұжықты бөліп таразыға тартып жатыр. Сампылдаған дауысынан Сәлима жеңгесін бірден таныды. Ол да бұны көріп, есікке қарай жалма-жан ұмтылды. Бұл да дүкеншінің алдындағы пышақты қолына іле оған сілтеп үлгерді. У да шу. Айнала қып-қызыл қанға бөкті. Сұлтан есін жиғанда темір тордың арғы жағында отыр екен. Басы құрғыр сынып алып барады. Қасында ешкім жоқ. Су сұрап еді, онысын ешкім естімеді де. Аса ауыр қылмыс жасаған үшін 3 бірдей адамды өлтірді деп айыпталып, 20 жылға сотталды. Жазасын айрықша режимдегі түзеу мекемесінде өтейтінін сот ышқына хабар келіп жатты. Сәлима сол күні дүкенге азық-түлік алуға барған. Өкінішке орай, іштегі 7 айдан асқан егіз баласында өзін де дәрігерлер аман алып қала алмады. Пышақ тұп-тура қарын сойып түсіпті. Бұған дейін де жатырда жатқан өз ұрпағының неше жазықсыз шарананың мына жарық дүниені көре алмай кетуіне себеп болған Сұлтанды олардың наласы жібермеген секілді. Ұрпақсыз кетті. 20 жылда артқа қалдырып, Сұлтан үйіне оралды. Өмірінің 37 жылы түрмеде өткен бейбақ есік алдындағы орындықта күн ұзақ отырды. Атқан таң мен батқан күнге көз тікті. Асты үстіне түсетін, қабағына қарап, қамын ойлайтын ата-анасы да бақилық болыпты. Оларға бір уыс топырақ та салмады. Сұлтан түрмеден шығып барар жері басар тауы қалмаған соң, бауыры қара шаңыраққа алып келді. Кезіндегі сұңғақ бойлы, көрікті жігіттен жұғында қалмаған. Өкпесі тесіліп, құрт ауырына шалдыққан. Басқа да жұққызған аурулары жетерлік. Шашы аппақ сиреген. Аузындағы азу тістерінің бірі де қалмаған. Екі жағы кіріп, өңі солып, көзі шүңірейіп, қабырғасы арсайып қалған. Бір қарағанда тірі әруақ дерсің. Ауылдың үлкен кішісі бұл үйге бұрылып қарамай өтпейтін. Бәрі де сол баяғы көрікті жігіттің қалай шөккенін, қалай жеңілгенін көргісі келетін болар. Жас балалар келіп қолын алатын, үлкендер үнсіз басын шайқап өте шығатын. Арада бір ай өтер-өтпес Сұлтан өмірден қайтты. Қанша қыздың арманына айналған көрікті жігіттің көріксіз өмірі осылай тез-ақ аяқталды.